Байжігіттің күйі Бөкен жарғақ. Бұл күйдің қысқаша тарихы: ертеде ағайынды екі жігіт аң аулауға шығады, яғни бөкен аулауға. Сонымен інісі айтады екен: аға, сіз ана жатқан бөкенді білдірмей барып, маған қарай қайырыңыз, мен құралайды көзге алып, алдымнан өткенде садақты тартайын деп. Сол ағасы бөкен қайыруға кеткен кезде кішкене көз байлайтын тұман түсіп, жаңбыр себелейді екен. Аздан соң тұман сейіліп, жаңбыр басылғаннан кейін інісі баспалап бөкенді атпақшы болып орнынан тұрса, қарсы алдында бір шөптің арасында бөкен жатыр дейді. Садақпен тартып жеріп бауыздайын деп барса, бөкеннің терісінен киім киген өзінің ағасын атып алыпты. Енді қасірет басқа түсті. Үйде зарлап жеңгесі қалды. Қалай естірту керек? Інісі үйге барып айтуға тілі байланып керегеде тұрған домбыраны алып, осы күйді тартқан екен дейді. Жеңгесі астыңғы шекте зарлайды, інісі үстіңгі шекте зарлаған екен дейді. Мен бұл күйді күйші ұстазым Таласбек Әсемқұловтың өз қолынан үйрендім. Қабыл алыңыздар. Жоқтау.